Өзгеріс неден басталса да, түбі жақсылыққа жеткізеді. Әсіресе адам сол өзгерісті ізгілікті көріп, жүрекпен қабылдауға даяр болса. Уақыт өзен тоқтамайды ағысы, тағдыр жел, сен оның тек бағытысың. Өткен күнге өкпелеме ешқашан, болашағыңды өзің таңда жарқыным. Тағдыр кейде сынақ салар алдыңа, сабыр сақта, уақыт бәрін жеңеді. Өткеннен тәлім ал, болашаққа үміт арт. Өмір жолы әрқашан саған жол ашар. Адамдарды жақсы көріп, дүниені пайдалану керек. Әлем сол үшін тығырықта. Біз керісінше дүниені жақсы көріп, адамдарды пайдаланудамыз. Ақтан қараны, қарадан ақты көруге болады. Тек нәжіс іздеген шыбын секілді емес, жұпарға қонған ара сияқты болайық. Ердің ері адамның адамы, жаман әдетін жеңіп, адасқан бетінен қайтуға қайрат алған адам. Көрмейсің өзіңдегі түйе дейді, көргішсің өзгедегі түйме дейді. Көңілің пасық болса, айналаң қашық болар. Көңілің ашық болса, көрген жан ғашық болар. Шамыңды ешкім келіп жақпайды. Өз қараңғылығыңды өзің қу. Өзіңді өзің жарықтандыр. Сағат уақытты көрсетеді, ал уақыт адамның шынайы жүзін көрсетеді. Бақытты өмір сүргің келеді ме? Онда кешіруді, түсінуді, үндемей-ақ қоя салуды, көбінесе шындықты айтуды және де сүюді үйрену керек. Өмірдің тылсым сыры, сан қыры бар. Әркімнің осылай өз жолы, өз тағдыры бар. Балық сусыз өмір сүре алмайды. Адам адамдарсыз өмір қадірін біле алмайды. Қайғы мен азаптағы жан жарқылдап жүре алмайды. Анасы тастап кеткен бала шаттанып күле алмайды. Жетім бала жаутаңдап еркін өмір сүре алмайды. Өзіңде ештеңе жоқ, өзгеге ештеңе бере алмайды. Сенімін жоғалтқан жан ғана өзін жеңе алмайды. Қараусыз қалған қария өз шаңырағына келе алмайды. Күш-жігері жоқ тау түгіл биік қырға да шыға алмайды. Өзгенің бәрін кінәлай берген өз қадірін ұға алмайды. Опасыз, тұрақсыз жан айтқан сөзде тұра алмайды. Не десек те су екеш, судың да жайы сұралады. Адам өз ісіне риза болып масаттанса, амалына көз тигізуі мүмкін. Көз тию адамды ауру қылып қабірге түсіретіні секілді, амалды да өлтіріп, жемісін жойып, берекесін қашырып тынады. Кімнің бар уайымы дүние болса, онда Алла оның ісін шашыратады. Кедейлігін екі көзінің арасына салады. Ал мал дүние оған тағдырына жазылған көлемнен артық келмейді. Ал кімнің ниеті ақырет болса, Алла оның ісін ретке келтіреді, байлығын жүрегіне салады, ал дүние оған бас иіп келеді екен. Кей адамдармен араласу дерт жұқтырады, ал жақсы адамдардан жақсы мінез шығады. Ал сіз кімнен не жұқтырып жүрсіз? Зұлымдық қылсаң, әділетсіздік көресің. Өтірік айтсаң, алданасың. Қиянат қылсаң, қиянатшыға жолығасың. Ертең өзіңе не жасалғанын қаласаң, бүгін өзгеге де соны жаса. Аяғынан сүрінсең, тұрып кетерсің. Тіліңнен сүрінсең, құрып кетерсің. Егер саған біреудің қателігі жайлы айтып жатса, Алла бізді де, оны да кешірсін де. Басқа артық сөз айтпа. Қиыншылық қанша қатыгез болғанымен, әрдайым жеңілдік артынан ілесіп жүреді. Бұл Алланың уәдесі. Кейде саған келген бір жақсылық, оны басқаға қалаған себепті болады. Жақсы адамның жақсылығын айтқын, мейірленсін, бірақ жағымпазданып өтірік мақтама. Нашар адамның жамандығын бетіне бассаң да, жала жаппа. Намазда болсаң, жүрегіңді сақта.
Мәжілісте болсаң, тіліңді сақта. Кісі үйіне кірсең, көзіңді сақта. Тамақтансаң, асқазаныңды сақта. Екі нәрсені ешқашан сөз қылушы болма. Адамдардың саған қылған зияны мен елге қылған жақсылығың. Жаныңды жан баласы түсінбей жатса, сәждеге жығыл. Жаныңды жаратқан жаратушың жүрегіңді жайландырады. Жаныңды ауыртқан жара жайлы Аллаға айт. Оны Алладан өзге кім жаза алады? Сабыр ет, қуаныш күт, бәле келсе. Күте тұр, қайғы реніш ала келсе. Жақсылық жасасаң өзіңе, жамандық өзіңнің сорыңа, амалыңның нәтижесі. Тойымдылық көзде, қарында емес. Байлық жан дүниеде, қалтада емес. Сұлулық мінезде, сырт келбетте емес. Пендені құлқыны билесе, жүрегі қараяды. Ал жүрек қарайса, кеудесі қысылады. Ал кеудесі қысылса, мінез бұзылады. Ал мінез, құлық бұзылса, оны адамдар жек көреді. Өзі де өзгелерді жек көре бастайды. Қит еткенге елеңдеп, әркімге бір төмендеп. Өмір сүрме ешқашан ақтығыңды дәлелдеп. Адамға ештеңе жақпайды, ақ болсаң да даттайды. Төмендей берсең алдында, езіп жаншып тастайды. Шықса да мейлі ығырың, биікте тұрсын тұғырың. Адамдарға ақталып жүргеніңде, жетпей қалмасын бауырым бір ғұмырың. Бір-бірлеріңізге үнемі жылы қабақ танытып, жұмсақ сөйлеп тұрыңыздар. Жақсы сөзден жан семіреді, жылы сөз жанды жылытады. Ең жақын адамдарыңыздан ең жақсы сөздеріңізді аямаңыздар. Ұнатпай ма, араласқысы келмей ма? Сенің онымен күнің бітіп қалған жоқ. Тек сен біреуге жамандық жасама. Жасаған екенсің, күте бер, 2 есе болар қайтатынын. Қолыңнан келе ме, жақсылық жаса, ол да 2 есе болып қайтады. Мүмкін сен бұл өмірде бар болғаны жай ғана адам шығарсың, бірақ біреулер үшін сен бар әлемге саналасың. Сен үшін сыртынан жақсылық сұрап, Аллаға үзбей дұға ететін адам бар болса, ол сені шынымен жақсы көретін адам. Саған ең қамқор, ең жанашыр жақының сол деп біл. Егер сізді тыңдайтын, әрқашан қолдайтын, оқуға, биік мақсаттарға жетуге ынталандыратын, жақсы кеңес беретін және әрбір кішкентай жеңісіңіз үшін мақтайтын адамды іздесеңіз, айнаға қараңыз. Сізге көмек бере алатын тек өзіңіз ғана. Аллах разы болсын деген сөзді жиі айтуға және естуге тырысыңыздар. Себебі ол сөзді жеткізуге періштелер таласады. Расында адамның басына қасірет берілсе, және сол қасіретке сабырлық танытса, қанша жақсы амалдарымен де жете алмас деңгейге дәрежесі көтеріледі. Зұлымдық қылсаң әділетсіздік көресің, өтірік айтсаң алданасың, қиянат қылсаң қиянатшылға жолығасың. Ертең өзіңе не жасалғанын қаласан, бүгін өзгеге де соны жаса. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.